сәлем. Қалың қалай? Бүгінгі көңіл күйің қалай? Жақсы ма? Ал сендерде ше? Тедди, Микки? Жақсы. Біз қазір мультфильм көреміз ғой. Ал мен онша жақсы емеспін. Неге, Микки? Саған не болды? Мен ештеңені дұрыс істей алмайтын сияқтымын. Сурет салсам, әдемі емес. Жүгірсем, бәрінен баяу. Ән айтсам, даусым онша емес. Ой, Микки, неге олай айтасың? Сен маған кеше көмектестің ғой. Ойыншықтарымды жинастың. Ол маңызды емес. Микки, сен білесің бе? Кейде біз өзімізді кішкентай сезінеміз. Бірақ әрқайсымыздың ішімізде өте бір үлкен күш бар. Шынымен бе? Иә, бірақ оны табу үшін өзіңе сену керек. Ал қалай сенеміз? Қазір біз кішкентай бақа туралы мультфильм көреміз. Ол да өзін алғашында сенімсіз сезінген. Бірақ соңында өз өнерін тауып алды. Бақа да мен сияқты ма? Иә, дәл сен сияқты. Сондықтан да осы мультфильм саған көмектесуі мүмкін. Онда тезірек қосайық. Көк шалғынның ортасында кішкентай бақа өмір сүріпті. Бір күні ол су жағасына келіп, көңілсіз отырады. Бұлақ одан: «Бақа, сен неге көңілсізсің?» деп сұрайды. «Мен өте кішкентаймын. Маған ешкім мән бермейді. Мен де бір керемет жасай алсам ғой. Кішкентай болу кемшілік емес. Сенің секіргенің ерекше. Кәне секірші». Бақа бір рет секіріп көреді. Ештеңе шықпады. Екінші рет тағы секіреді. Ештеңе шықпайды. Ал үшінші рет секірген кезде ол топ етіп, су ортасындағы тастың үстіне түседі. Айнала әдеміленіп, су бетінде кемпірқосақ пайда болады. Көрдің бе? Сенің секіруің ерекше. Су үстінде кемпірқосақ жасай аласың. Мен де бір керемет жасай алады екенмін, деп бақа қуанып, секіріп, ойнап кетеді. Осылайша бақа табиғаттағы әр жануардың өзіне ғана тән өнері бар екенін түсініп, өз жігерін ешқашан жоғалтпапты. Қандай әдемі ертегі. Бақа да сондай керемет секірді. Ол да басында өзіне сенбеді. Иә, Микки, бірақ ол не істеді? Қорықса да байқап көрді, секіріп көрді. Дәл солай. Алғашында бәрі бірден жақсы жасалып кетпейді. Сонда әркімнің өз кемпірқосағы бар ма? Әрине, Тедди. Біреу сурет салады, біреу ән айтады. Ал біреу достарына көмектеседі. Мен мейірімдімін ғой. Мен көмектескенді жақсы көремін. Міне, бұл сенің ерекше өнерің. Ал мен күлдіре аламын. Ха-ха-ха-ха. Балақай, сен де ұмытпа, өзіңді ешқашанда басқалармен салыстырма. Өйткені әрбір адам ерекше. Әрқайсына өзіндік тән өнері бар. Мен енді өзіме сенемін. Біз бәріміз өзімізге сенеміз. Ал жақсы балақай, сенімен бүгін біз қоштасамыз. Сау бол, балақай. Келесі ертегіде тағы да кездескенше сау бол.